Келесі екінші есеп 26-2 біріншісінен бастайық. Бізде косинус квадрат пи бөлу 8 бөлінген 1 минус синус квадрат пи бөлінген 8 еді. Жалпы естеріңізде ма, мына косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа деген ол бізде неге тең еді? Ол бізде 1-ге тең еді. Ал егер де 1-ден мен синус квадрат альфаны алып тастасам не болады? Менде косинус квадрат альфа шығады, иә? Яғни мына жерде менде байқап тұрсыздар ма? Косинус квадрат пи бөлінген 8, ал мына жерде 1-ден синус квадрат алып тастасам не болады? Косинус квадрат пи бөлінген 8 шыға салады, иә? Екеуі және қысқарады да менде 1-ге тең болып кетеді. Екіншісінде, так, 2 тангенс пи бөлу 12 бөлінген 1 минус тангенс квадрат пи бөлу 12 плюс 1-ге тең дейді. Так, бұл менде, достар, сіздерге бір қорқынышты есеп сияқты көрінуі мүмкін, иә? Былай қарасам, ол оңай есеп, қараңыздар. Бұл менде мынаған келіп тұр, мына 2 тангенс альфа 1 минус тангенс квадрат альфа. Келіп тұр ма? Келіп тұр. Ол менде неге тең? Тангенс 2 альфаға тең. Яғни мынауым менің тангенс 2 альфаға тең екен. 2 альфаның орнында менде не тұр? Пи бөлінген 12 тұр. Плюс 1 дейміз. Так, 2 мен 12 қысқарады, сонда менде тангенс пи бөлу 6 болады, плюс 1. Тангенс пи бөлінген 6-да мәні 1 бөлінген 3-ке тең. Плюс 1. Тең болады. Так, мынаған 3 беріп, алымына шығарып жіберетін болсақ, сонда 3 3 плюс так, 3-ті 1-ге қойсам, 3 шығады, мына, осыған тең болады. Так, үшінші, 2 минус 2 тангенс 75 градус 1 минус тангенс квадрат 75 градус. Так, бұл да менде дәл осы, мына көрдіңіздер ма? 2 тангенс альфа 1 минус тангенс квадрат альфа дейді. Бұл менде, яғни тағы да тең болады тангенс 2 альфаға. Так, значит, 2 минус тангенс 2 көбейтемін альфаның орнына 75 градустар. Сонда 2 минус тангенс 150 градус болады, иә? Енді бұл бізде келтіру формуласын есімізге түсіреміз. 2 минус тангенс келтіру формуласында 150-ді шығару үшін біз не істейміз? 180-нен 30 градусты алып тастаймыз, иә? Так, 2 минус 180 градуста бізде функция өзгермейтін еді, иә? Яғни себебі ол бізде сол жақта тұр, басымызды қарадық, сол жаққа басымыз шайқадық, иә? Шайқап жатырмыз, яғни солға, оңға қарайтын болсақ, басымыз шайқадық. Функция өзгереді ма? Жоқ, өзгермеді де жауап бердік, яғни біз тангенсті қалдырамыз 30 градус деп. Енді 180 минус 30, 150 деген ол менде, так, ол менде үшінші ширек, иә? Үшінші ширекте бізде тангенстің таңбасы минус болатын. Сондықтан мына минуспен, мына алдындағы минуспен тангенстің минусы екеуі плюсті беріп жібереді. Сонда 2 плюс тангенс 30 градустан мәні 1 бөлінген 3-ке тең. Так, и ортақ бөлімге келтіріп жіберсек, мынаған 3-тен берейік. Сонда 6 плюс 1 3 болады екен. Так, келесі төртінші. 2 синус 15 градус көбейтемін косинус 15 градус. Так, бұл менде 2 синус альфа, косинус альфа формуласы. Ол неге тең еді менде? Мына ғой. Ол менде неге тең? Синус 2 альфаға тең. Значит, мен синус 2 көбейтемін альфа деген 15 градусқа тең. Сонда менде синус 30 градус шығады. Ал синус 30-да мәні бізде 2-ден 1-ге тең. Бесінші. 4 синус 15 градус, косинус 15 градус көбейтемін косинус 30 градусқа. Так, мынау жерде, егерде мен 4-ті 2 көбейту 2 синус 15, косинус 15 және косинус 30 деп жазып алатын болсам, мынау менде нені береді? Мына формуланы береді, иә? Ол менде синус 2 альфаға тең. Яғни, мен мына 2-ні жазып қоямын. Мынау менде синус 2 альфаны береді, значит, синус 2 көбейту 15-ті береді. Көбейтемін косинус 30. Сонда синус 2 синус 30 градус, косинус 30 градус деген, ол менде тағы да нені береді, достар? Мына формуланы кері беріп тұр, ол менде неге тең? Синус 2 альфаға тең. Значит, синус 2 көбейту 30, ол менде синус 60 градусқа тең. Синус 60 градуста мәні бізде 1 бөлінген 2-ке тең, иә? 1 бөлінген 2-ке тең. Так, и алтыншы соңғы косинус квадрат 15 градус көбейтемін косинус квадрат 75 градус дейді. Так, бұл жерде бізде дәрежені төмендетуі бар еді. Мына косинус квадрат альфа деген мынандай бар еді. 2-ден 1 плюс косинус 2 альфа. Осыған келтірейік. Яғни мына косинус квадрат 15 дегенді, мен мынаған келтіріп алам. Мынаған.
Так, значит, мен оны жазамын. 2-ден 1 деген, 2 деп, алымына түседі деген сөз ғой. 1 плюс косинус 2 альфа, иә? Значит, косинус. 1-ден жазайықшы, 2 альфа деген 2 көбейту 15 деген сөз. Косинус 30 градус деген сөз. Көбейтемін, мынаны да соған келтіреміз. 2, 1 плюс 2-ні 75-ке көбейтем, косинус 150 градус шықты, иә? Так, тең болады. Дальше. 2, 1 плюс косинус 30 градус. Мына жерде менде келтіру. Мына келтіруді мен бөлек, қай жерге жазып алсам екен? Мына жерге жазып ала салайын, иә? Косинус 150 градус дегенім, есімізге түсірейік. Келтіру формуласын косинус 150 градус дегенімді мен косинус 180 минус 30 градус деп жаза аламын ба? Жаза аламын. Так, сонда 180-де менде функция өзгермейді, косинус 30 градус болып қалады. Таңбасын анықтаймыз. 150 градус ол менде екінші ширек. Косинус екінші ширекте менде таңбасы минус. Значит, менде минус косинус 30 градусқа тең. Яғни косинус 150 дегенім ол менде минус косинус 30 градусқа тең деген сөз. Окей, жазамыз. 1, мынау менде минус косинус 30 градусқа тең. Бөлемін 2-ке. Так, енді мынаны көбейтетін болсақ, 2-ні 2-ке көбейтейік, 4. Мына екеуін көбейтсем, мына қараңыздар, а плюс б, а минус б шығып тұр ма формула? А минус б, а плюс б, а минус б шығып тұр, иә? Яғни формула қандай еді? А квадрат минус б квадрат. Бірден жазайық. 1 минус косинус квадрат 30 градус. Тең болады. Ал мен бірден косинус квадратты алып тастасам не шығады менде? Синус квадрат шығады, иә? Синус квадрат 30 градус бөлінген 4. Так, синус квадрат, синус 30 градусы неге тең? 2-ден 1-ге тең. 2-ден 1-дің квадраты 4-ден 1 бөлінген 4. Сонда ол менде 4-ден 1-ді 4-ке бөліп жіберсем, ол деген былай деген сөз ғой, 4-ден 1 бөлемін, 4 астында 1 бар деген сөз, иә? Значит, 4-ден 1 көбейтемін 4-ге. Ойбай, 4-ден 1-ге, 4-ден 1-ге. Асты айналып түседі. Сонда ол менде 1 бөлінген 16-ға тең болады.